Хабарымызды ары қаратай жалғастырамыз. Тұрақты даму үшін қомақты капиталмен қатар жаңа тиімді технология қажет. Ұтымды іскерлік әріптестік байланыстар өндірістік сектор мен кәсіпкерліктің дамуына тежеу болған мәселелер екінші Байқоңыр инвестициялық форумында талқыланды. Сыр еліне алыс жақын шетелден арнайы келген бизнес өкілдері өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерімен танысты. Сыр өңірі жерасты пайдалы қазбаға бай әлеуетті аймақ болғанымен, облыс қазынасының басым бөлігі тек мұнайгаз секторынан түскен қаржымен толығады. Сол үшін аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев тың инвестициялық жобаларды жүзеге асыру керектігін айтты. Бүгінде қорғасын мырыш, ванадий және уранның мол қоры игеріле бастады.